Енді мен сіздерге bubble sheet деген туралы нәрсе айтқам. Bubble sheet деген бұл жауап парағы. Бізде Қазақстанда бұл да бар, бұның бір түрі бар. Мысалы, балалар емтихан жазады. Оларда бөлек жауап парағы болады. Бұл жерде олар домалақ қылып жауаптарды белгілейді. Мысалы, атын толтырған кезде де сөйтіп әріптерді бір-бірден домалап белгілейтін болады. Одан кейін ол жауап парақтары бөлек бір программамен, сканермен өтіп, компьютерлер автоматически есептейді. Gradescope-тың ішінде де бұл нәрсе бар. Gradescope-тың ішінде, қазір мен сіздермен экранмен бөлісейін. Gradescope-тың ішінде де тура сондай жауап парақтары бар. Бұның аты bubble sheet деп айтады. Bubble sheet-ті сіз өзіңіздің емтиханның түріне қарай қолдансаңыз болады. Bubble sheet-те сіз answer key дейді, bubble sheet answer key. Сіз бұны таңдаған кезде сіз заранее уже жауаптарын бұның ішіне белгілеп қоясыз. Bubble sheet деп мысалы таңдаймыз. Кірген кезде сіз сұрақтарыңызды бөлек балаларға бересіз. Одан бөлек сіз мысалы мына жерде bubble sheet-тің форматын жүктей аласыз. Мысалы мына жерде 100-ге дейін сұрақтар бар. Одан кейін сіз мысалы бұл парақтарды шығарып бересіз балаларға. Балалар өздерінің олардың сұрақтары болады, сұрақ парақтары болады. Одан бөлек жауап парағы болады, bubble sheet деген. Олар оның бәрін толтырады. Толтырғаннан кейін олар мысалы мына жоғары жағы аттарын жазады, ID, мысалы сыныбы болса деген сияқты. И одан кейін сізге осы жауап парақтарын жинап береді. Мына жерде bubble sheet-тің ішінде бұл қалай боялу керек екені көрсетілген. Мысалы мына жерде не дейді? Mark instructions, то есть қалай бояу керек екен. Be sure to completely fill in the appropriate bubble дейді. То есть bubble деген ол бір пузырь деген сөз, мына домалақтарды айтып отыр. И мысал ретінде көрсетілген. Мынаны бүйтіп толық ішін жақсылап тұрып бояу керек дейді. Оны кейбірлері болады, просто сыза салады үстін. Болмаса X қыла салады. Мен осыны белгіледім. Болмаса кішкентай қалады. Оны Gradescope қабылдамауы мүмкін. Сол үшін оның іші толығымен боялу керек. Бұны енді бізде Қазақстанда тура солай, студенттер де бұны көбіне біледі. Бұл bubble sheet-тен төменгі балаларға, төменгі сыныптарға, кішкентай балаларға қолданған кішкене қиын болатын шығар, потому что ол балалардың қолдары әлі бұндай нәрсеге үйренбеген болуы мүмкін. Бірақ жоғары сыныптар бұндай нәрселерді уже біледі деп ойлаймын. Сол үшін оларға қолдансаңыздар бола береді. Енді сіз бұл bubble sheet-ті жасаған кезде сіз осы сайттың өзінен бірінші дұрыс жауаптарды белгілейсіз. Мысалы, әр сұрақтың нешінші варианты дұрыс екенін өзіңіз белгілеп бересіз. Сонда сіз балалардың жауап парақтарын бұған берген кезде ол оны қорытады, сразу бағалап беріледі, моментально. То есть бұл жерде уже группировать ету, онда ештеңе қажет жоқ. Байқағаныңыздай, мұнда кейбір сұрақтарда бір вариант емес, бірнеше дұрыс вариант болуы мүмкін. Ол сұрақтардың ұпайларын сіз сәл өзгертсеңіз болады. Мысалы, кейбір сұрақтарда 2 дұрыс жауабы бар. Ол екеуінде дұрыс тапқан болса, онда 2 ұпай алады. Біреуін ғана тапса, онда 1 ұпай алады. Деген сияқты сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге қарай емтиханның форматын сәл-сәл өзгерте аласыз. Мысалы, міне байқап отырсыздар, мында кейбір сұрақтардың ұпайлары сәл көбірек. Кейбір сұрақтарда 10, кейбір сұрақтарда көбірек. И байқасаңыздар, мында бірнеше вариантты да жасап жатыр. Мына жерде ең үстінде version A, B, C деп жатыр. Бұл варианттар. Енді балаларға бірнеше вариант обычно береміз ғой, балалар бір-бірінен көшіре алмасын деген ниетпен. Сіз тура солай бірнеше вариант дайындап бере аласыз. И әр варианттың дұрыс жауаптарын осының ішінде белгілеп шығасыз. Одан кейін олар жауап парақтарын белгілеген кезде оның ішіне вариантты да белгілейді. И Gradescope автоматически түсінеді. Бұл бала қай вариант екенін түсінеді и жауаптарын соған қарай тексереді. Енді мына жерде қараңыздар. Мысалы, мына жерде Шерри Джонсон деген бір оқушы атын жазған, өзінің student ID де бар. Мына жерде вариантты белгілеген. Одан кейін жауаптарды белгілеп шыққан. Енді мына жерде вариантты байқасаңыздар кішкене толық боямаған. Сол үшін осымен кішкене проблема болуы мүмкін. Gradescope бұны түсінбеуі мүмкін. Но қорқынышты нәрсе емес, сіз бұны түсінесіз ғой. Сол үшін сіз Gradescope қайта аласыз. Бұл екінші вариант деп.
болмаса вариант Б. И ол одан кейін түсінеді да сол варианттың дұрыс жауаптарымен уже тексеретін болады. Note that each student has identified the version by filling in the bubble for version A, B, or C on the template. We drag and drop this Енді onto the сіз балалардың жұмыстарын аласыз, осы жерге PDF файл ретінде жүктеп қоясыз. Сіз бүкіл балалардың жұмыстарын бір файлға жинап, бірақ жүктесеңіз болады. Енді Gradescope автоматически балалардың аттарын тапты, ID-лерін тапты, олардың Gradescope-тағы аккаунттардың сәйкестендірді. Енді қараңыздар, мына жерде екі оқушының вариантын Gradescope түсінбеген екен. Неге? Себебі олар оны дұрыс белгілемеген. Енді мұғалім бұны вручную өзі белгілей алады. Енді себебі мұғалім бұны түсіну мүмкін. Болмаса бір оқушы мүлде вариантын белгілемеген. Онда не істейді? Мына жерде байқасаңыздар, өте ыңғайлы. Мысалы, мына жерде бірінші бала, Шерри Джонсон, бағана как раз біз қараған оқушы. Ол ортасын кішкене ғана белгілеген, бірақ Gradescope сонда да не дейді? Егер де ол бала, егер А деген вариант таңдаған болса, оның ұпайы осыншама. Б деген вариантты таңдаса осыншама. С деген вариант таңдаса осыншама. То есть бұл не үшін қажет болуы мүмкін? Екінші мысалда мына жерде Ида Боуман деген оқушы ештеңе, то есть вариантын белгілемеген. Осындай ситуацияда біз не істей аламыз? Біз барлық варианттардың бағасын көре аламыз. Біз примерно бағасын белгілей аламыз. Енді мысалы бірнеше варианттан оның бағасы 0,00 болып шықса, бірақ басқа варианттан 80 болса, скорее всего сол вариант дұрыс. Енді ол бала скорее всего осы вариантты шығарды, просто белгілеуді ұмытып кетті деген сияқты біз примерно сразу түсінеміз. Енді осы жерден мұғалім сразу оның вариантын белгілеп жүктей алады. Ары қарай уже Gradescope автоматически біздің таңдаған вариантқа қатысты бағаларын қойып шығатын болады. Енді мына жерде не дейді? Gradescope кейбір балалардың белгілеген жауаптарын дұрыс түсінбей жатыр екен. Бағанағы дұрыс боямаған үшін. Мысалы, мен айтып едім осыларға, кейбір балалар просто сыза салады, крестик сыза салады. Осындай ситуацияларда мұғалім өзі кіріп, кейбір нәрселерді түзетіп алады. Мысалы, мына жерде бірінші вариантта бір бала Б вариантын таңдағанда, сосын қателескенін түсініп, оны өшіріп тастады да А-ны белгіледі. Gradescope шатасып кетті, бірақ мұғалім шатаспайды. Ол түсінеді. Бұл бала негізі А вариантын таңдады. Екінші бала ол Д-ны белгілеген, сосын сызып тастаған, С-ны жақсылап бояған, түсінікті болу үшін оны да сызып тастаған екен, бірақ ең соңында үлкен қылып соны бояған. Мұғалім соған байланысты С деп белгілеп көрсетіп алады. То есть осындай барлық нәрсені тексерудің қажеті жоқ, қолмен тек Gradescope түсінбеген жерлерді ғана мұғалім көмектесіп дұрыстап жібереді. И одан кейін барлық сұрақтар уже бағаланған болады. Мына жерде байқасаңыздар, бүкіл варианттар уже белгіленіп қойған екен. Енді бұл жерде уже ары қарай жеке уже группамен мұғалім уже тексеріп көре алады. Қай жерде қандай варианттар белгілеген, соған байланысты фидбак беріледі, кері байланыс беріледі. Мысалы, осы сұрақта қате дейді. Бірінші сұрақта Б емес басқа, мысалы А дейді. Және соны мұғалім жазады да, бүкіл Б деп белгілеген балалардың бәріне соны жібере алады. Одан кейін бүкіл жұмыстарды тексеріп болғаннан кейін статистиканы да көре алады. Өте ыңғайлы. Бұл біздің Bubble Sheet-тан да ыңғайлы. Неге? Себебі біз о жерде қателерді дұрыс көре алмаймыз кейде. Амында барлығы бір платформаның ішінде болғандықтан біз кейбір қателерді сразу осы платформаның ішінде дұрыстай аламыз. Вариант дұрыс емес белгіленді ме, біз оны сразу на месте дұрыстап көрсек болады. Ал парақта болған кезде біз енді өзіміздің жауап парақтарымен істедік. Мен оны талай істегем. Кішкене осындай моменттерді көбірек уақыт бөлеміз, онда оларды тағы да бір тексеріп көреміз. Баланы табу кейде қиын болып қалады. Сол үшін Gradescope-тың осы Bubble Sheet деген системасын қолданған шынымен өте ыңғайлы. Сіз біраз уақытыңызды үнемдей аласыз.